Жамағат мінеки. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Мінеки біз құрма бақшасына келіп отырмыз. Бұл құрма бақшасы Медина қаласында ғана өсет. Бұл құрма бақшасының өзінің қасиеті өте көп. Мәселен, пайғамбар алейхиссалату вассалам Ажуа құрмасы жайлы айтқан хадисінде былай деп айтқан: кімде-кім таңертең құрманың 7 талын жейтін болса, Алла тағала ол адамды сиқырлықтан, аурудан сақтайды деп, осы құрманың ерекшелігін атап кеткен. Әрі пайғамбар алейхиссалату вассалам осы қасиетті мекенде Медина қаласында өз қолымен құрма ағашын еккен. Және де байқап қарасаңыз, құрма ағашы Мединада көп. Бір кісілер Мединаның сыртында, яғни 70 шақырым алыстау жерде ексе, өспей қойыпты. Неге деген кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам Мединаға келген кезде ерекше дұға қылып, сол дұғаның нәтижесінде осындай жемісті, пайдасы мол құрма ағашы өсіп жатыр. Әлі күнге дейін өсіп жатыр, таусылмайды. Қаншама елден қажылар келіп жатыр, қаншама елден адамдар зиярат етіп жатыр, осы құрмаларды сатып алып жатыр. Біздің негізгі мақсатымыз өзіміздің ұрпағымызға, үй ішіндегі әрбір жанға осы құрма жеуді үйретуіміз керек. Себебі бұл құрмада пайда өте көп. Алла тағала баршамызға осы құрмадан нәрленуді нәсіп етсін. Осы өмірімізде құрма жеуді үлкен бір үрдіске айналдырайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.